Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге әрі дәмді, әрі ерекше бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге ең алдымен жылы су керек 500 мг. Үстінен құмшекерімізді, дәміне қарай тұзымызды саламыз. Тұз татымды болса, бауырсақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Дрожжымызды салып, ерігенше араластырамыз. Алдын ала тартып қойған 750 грамм ұнымызды 2 бөліп саламыз. Жақсылап илейміз. Ұнымыз араласпай қалмауы керек. Сұйық майымызды құямыз 25 мг. Жақсылап араластырамыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Жақсылап араластырып июін қандырастыр. Қолға жабыспайтындай дәл осындай жұмсақ қамыр болады. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп ашығанша. Қамырымыз ашыды. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға бөлісіп, жіберіп отырсаңыз. Ұнды мүлдем пайдаланбаймыз. Дәл қазір 100-110 граммнан өлшеп бөліп аламыз. Көз мөлшермен бөліп алсаңыздар да болады. Дәл осындай қағаздарды 4 бұрышты етіп қырқып аламыз. Енді ұнды пайдаланамыз. Қамырымызды топ-томалақ етіп зуалалаймыз. Осылай қылып қағаздың бетіне қойып шығамыз. Барлық қамырымызды дәл солай дайындап алдық. Қамырымыздың бетінен осылай басып шығамыз. Қамырымызды, яғни кішкене жайып шығамыз. Барлық қамырымызды дәл солай жайып шығамыз. Менің каналымда бұдан да басқа дәмді рецептер бар. Бауырсақтардың, шелпектің, ыстық тағамдардың, пирогтардың рецептері бар. Каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Барлығын осылай жайып алған соң, ортасын осылай ойып аламыз. Егерде сіздерде осындай оятын насадкілеріңіз болмаса, саусақтың ұшымен қамырдың ортасынан қолыңызбен шұқыласаңыз, ортасы ашылады. Дәл солай ортасын ойып ашып қойсаңыздар болады. Қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Қағазбен осылай сасаңыздар, майға түскеннен кейін майдан ажырайды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Күшті көтеріледі, арасы ашық, жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп, бөлісіп отырсаңыз, міндетті түрде істеп көріңіздер. Сонымен қатар каналыма өтіп кіріп көрсеңіздер болады. Менің каналымда бұдан да басқа дәмді рецептер барын ұмытпаңыз. Дәл осылай қызартып пісіріп аламыз бауырсақтарымызды. Дастарханға қойсаңыз әрі сәнді көрінеді, әрі дәмді. Менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болып көргендеріңіз үшін рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп алып ұмытпаңыз. Көріп тұрғандарыңызға күшті көтерілген. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.